Есімім Надежда Гордиенко. Мен Павлодар мұнай-химия зауытында экономист болып жұмыс істеймін. Қаңтар айынан бастап казак тілін үйреніп жүрмін. Казак тілі сабағы маған ұнайды. Грамматика мен жаңа сөздер үйрендім. Сабақта казак дәстүрімен танысамыз. Қазақ тілі сабағында әртүрлі әдіс тәсілдерді қолдануға тырысамын. Осы сабақтарда оқушылардың қызығушылықтарын ояту үшін көбінесе сабақты ойын түрінде, викторина, сұрақ-жауап, диалог түрінде өткізуге тырысамын. Самая главная казахская традиция – амандасу, здороваться при встрече. В ней не только пожелание «здравствуй», но и главный для жителей суровой по природе степи вопрос о здоровье. Эта казахская народная традиция не претерпела изменений с тех пор, как казахи в прошлом веке перешли на оседлый образ жизни. Армасыз – так здоровались предки казахов, так здороваются казахи сегодня. В тюркском словаре, написанном Махмудом Кашгари в XI веке, слово «ар» имеет два значения – человек и честь. То есть традиция здороваться была возведена на государственный идеологический уровень. Здороваясь армасыз, человек спрашивал другого: «Честный ли ты человек?» На что получал ответ: «Бармас, бармасыз, да, я честный человек, а вы?» Оқушыларға сабақта ән айту өте ұнайды. Ән айту арқылы олардың сөз байлығын және сабаққа деген ынтасын оята аламыз. Колымнан ұсташы